Сәлем достар, сіздермен бірге Alina Group компаниясының өміріндегі соңғы жаңалықтар арналған үздік ақпараттық жоба Alina News. 2 наурыз күні Ақтауда Alina Group дилерінің биылғы екінші слеті өтті. Іс-шара солтүстік және батыс өңірлерден жоғары сату нәтижелерін көрсетіп жүрген серіктестерді біріктірді. Кездесу Holiday Inn Seaside қонақ үйінде өтті. Онда қатысушылар брендтердің дамуын 2026 жылға арналған жоспарларды, өзекті міндетті мен алдыға акцияларды талқылады. Слет белсенді құрылыс маусымы қарсаңында ашық диалог алаңы айналып, серіктестік қатынастарды нығайтуға мүмкіндік берді. 1 наурыз күні Алматы жасөспірім мен жастар арасында армрестлингпен қала чемпионаты өтті. Турнирге шамамен 100 спортшы қатысты. Әрбір белдесте күш пен мінездің нағыз тартынына айналды. Жеңімпаздар медальдармен және грамоталар марапатталды, ал чемпионат демеушісі наши брендінің болды. Компания спортшы қолдайды және мықты жастар болашақ берік іргетісі екенін сенімді. Биыл Alina Group компаниясында қызметкерлерді еңбек өтіліне қарай марапаттау бағдарламасы басталды. 3, 5, 10, 15, 20, 25 жыл еңбек еткен 7-8 деңгейдегі алиналықтар ақшалай сыйлық алды. Қазірдің өзінде 44 қызметкер марапатталды. Сондай-ақ компания кадрлық резервті дамытуға қосқан үлесі үшін 6 негізі қызметкерді атап өтті. Бұл бастама қызметкерлердің қатысуына артуға және мықты ынталы команда қолдауға бағытталған. Alina Group өнімдері Қазақстанның көптеген сәулеттік нысандарына қолданылады. Бұл жолы бізде Алматыда биыл ақпан айында ашылған Али Мұхаммед мешітінде болдық. Оның әрлеу және көркемдеу жұмыстарына Alina Paint экологиялық бояулары қолданылған. Сіз де тамашалап көріңіз. Бұл өте әдемі әрі шабыттандырады. Now, your favorite English club. On March 13, a Nippon Group dealer conference was held in Kuala Lumpur, bringing together over 200 participants, including 3 employees from our team. Over the course of 4 days, the Alina team was given a comprehensive tour of construction materials, production and manufacturing plants in Malaysia. They also had the opportunity to meet Mr. Wee Siu Kim, CEO President Nippon Paint Group and Group CEO Nipsey Group. Сегодня нам малазийские коллеги делают экскурсию по заводу. Мы сейчас находимся на производстве. Президент компании лично ведет экскурсию. И нам рассказывают, как производится герметика. Бізбен бірге болған Alina News пен жақсы жаңалықтардан хабардар болыңыз.